Ағзадағы құрттан құтылу үшін мына 5 тұнбаны дайындап ішіңіз. Бұл белгілер ағзаға құрттың бар жоғын білдіреді. Құрттың адам ағзасына түсуі оңай, ал шығуы өте қиын. Жалпы ағзада құрттың бар жоғын қалай білуге болады? Видеоны соңына дейін көріңіздер. Тіркеліп, қоңыраушаны басып кетіңіздер. Егер сіздің ағзаңызда құрт болса, иммунитет әлсіреп, вирустық ауруларға тез шалдығасыз. Әлсіздік, бас айналу, буын ауруы, ұйқысыздық, тез шаршағыштық пен күйгелектік, асқазан, ішек және бауыр жұмысы бұзылады. Аллергия пайда болады және тері бөртеді. Ауыздан жағымсыз иіс шығады, көздің ағы сарғаяды. Шамадан көп тамақтану, тері құрғап, шаш түседі. Егер осы белгілерді байқасаңыз, тез арада құрттан құтылудың жолын қарастырыңыз. Әйтпесе асқазанның біраз бөлігін істен шығарады. Ол үшін дәрі ішудің қажеті жоқ. Тек қана халық емін байқап көріңіз. Құрттан халықтың емі құтқарады. Кептірілген дүйсетінді 1 стакан қайнаған су құйып, қақпағын жауып қоясыз. Шамамен 5 сағаттан соң тұнбаны сүзіп алып, 200 мг ашқарынға ішіңіз. Емді тамақтанудан алдын жүргізу керек. 2 тіс сарымсақты ұсақтап дәкеге саласыз. Теңдеу ыдысқа 200 мг сүтті құйып, отқа қойыңыз. Қайнап шыққан соң үгілген сарымсақ салып, 10 минуттай қайнатасыз. Дайын болған емдік сүтті таңертең ашқарынға ішесіз. Емделу мерзімі 7 күн. Осы қоспамен клизма жасауға да болады. 1 шай қасықтан түймешектен 1000 жапырақ және үгілген шашыратқыны араластырасыз. Оған 400 мг қайнаған су құйып, ыдысымен ыстық суға саласыз. 15 минуттан соң тұнбаны сүзіп алып, 50 мг ашқарынға ішесіз. Емделу мерзімі 7 күн. 500 грамм үгілген зімбірі тамырын 500 мг араққа саласыз. Ыдысты күн тимейтін жерге 14 күнге қоясыз. Дайын болған тұнбаны сүзіп алып, ашқарынға ішесіз. Ескеріңіз, тұнбаның 5-10 мг не 100 мг қайнатылған салқын суға араластырасыз. 150-200 мг асқабақтың дәнін қабығымен блендерден өткізіңіз. Ұнтаққа 1 ас қасық бал және 4-5 ас қасық қайнаған су қосасыз. Дайын болған қоспаны ашқарынға қабылдау керек. Емді қабылдағаннан кейін 3 сағаттан соң іш жүргізетін дәрі ішіңіз. Ағзаны құрттан қорғау үшін көкөніс пен жемісті жумай жемеңіз. Қайнамаған су ішпеңіз. Құрты бар адамдармен жақын болмаңыз. Қолыңызды тазалап жуыңыз. Жәндіктер мен жануарларға жақындамаңыз. Бұзылған тағамдарды ет, балық қолданбаңыз. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Керекті көптеп видеолар салып отырамын. Тіркеліп, қоңыраушаны басып кетіңіздер.